Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осы дүкендерден сатып алатын беті қатпарлы, қытырлақ, іші жұмсақ әрі дәмді француз багет нанын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Тура магазиннен сатып алған нан сияқты болып шығады. Дәмі деген керемет, сармайлармен, варенье, қаймақтармен өте күшті кетеді. Беті қатпарлы, іші жұмсақ. Онда қамырымызды илеп аламыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, дәмдеріңізге қарай тұзымызды және де дрожжымызды салып бір араластырып аламыз. Тұзымыз ерігенше рецептте көрсетілген ұнымыздың барлығын салып, лопатаның көмегімен қамыр илей бастаймыз. Сіздерге қанша мөлшерде салу керегін барлығын рецептін описанияға жазып қалдырамын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Енді қолымызбен жақсылап ұнымыз біріккенге дейін қамыр илеп аламыз. Бізде бұл жерде басқа нандар сияқты қамырымыз қатты зуала болмау керек. Бізде қолға жабысыңқырау қамыр болады. Міне қамырымызды илеп алдық. Бетін пищевой пакетпен жауып қоямыз және де 30 минутқа сүлгімен жауып тындырып қоямыз. Бізде кішкене көтерілу керек. Міне 30 минутта біздің қамырымыз осындай әдемі күшті болып көтеріліп шықты. Қолымызды кішкене майлап жеріп пісте маймен тағы да бір рет қайтарып суала істеп аламыз. Суала істеп болған соң тағы да қайтадан бетіне пищевой пакетімізді жауып, сүлгімізді жауып, холодильникке кем дегенде 7-8 сағатқа көтерілуге, ашуға, яғни қойып қоямыз. Бізде холодильникте көтеріліп шығу керек нанымыз. Міне біздің кем дегенде 7-8 сағат қамырымыз тұрды. Уже қамырымыз дайын, нандарымызды жасай берсек болады. Столымызға ұнымызды сеуіп, қамырымызды ап аламыз және де 2 зуалаға бөліп аламыз. Бізде осы рецептпен 2 француз багет наны шығады. 2 зуалаға бөліп 15 минутқа тындырып қойдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп тағы да бір рет қайтарып аласыздар зуала жасап. Тағы да 15-20 минутқа бетін жауып тындырып қоясыздар. Бізде француз багет наны беті қатпарлы, іші жұмсақ, дәмді нан болады. Осы қанша қатпарлы әдемі болсын десеңіздер, 7-8 сағат, ең көп дегенде 9-10 сағатқа холодильникке қоя берсеңіздер болады. Сол кезде біздің нанымыз піскен кезінде қатпарлы болып шығады. Тағы да 15-20 минутқа сүлгімізді жауып демалдырып қоямыз. Міне біздің енді нанымыздың формасын келтіріп аламыз. Тура осылай видеода көрсетілгендей етіп багет нандарымыздың формасына келтіресіздер. Шеттерін жақсылап, барлығын жақсылап қысып, орап, ашылып кетпеу үшін осылай ұзыншақ тәрізді етіп айналдырып жасап аласыздар нандарымызды. Өте дәмді болып шығады. Магазиннен тура сатып алған сияқты болып шығады. Беттері қытырлақ, іші жұмсақ. Сүтке илемейсіздер, кәдімгі әшейін дрожж, тұз, суға илейсіздер. 2 нанымызды тура осылай етіп формасына келтіріп аламыз. Бізде осы рецептпен 2 нан шығады. Сіздерге 3-4 керек болса рецепті еселеп істесеңіздер болады, көпте шығу үшін. Енді тағы да бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Листымызға қойып бетін жауып қоясыздар 20 минутқа. Бізде тағы да көтерілу керек, ісініп қамырымыз. Нандарымыз ісіп әдем болып көтеріліп шықты. 20 минуттың ішінде енді бетіне кішкене ұн сеуіп жүреміз. Және де пісіп атқан кезінде, духовкаға салған кезінде беті жарылып кетпеу үшін өзіміз алдын ала пышақпен кесіп аламыз. Осылай узорлар етіп, тағы да басқа узорлар етіп кессеңіздер болады. Пышақтарыңыз немесе лезвімен кессеңіздер болады. Өткір пышақпен кессеңіздер осындай әдем болып кесіледі. Тағы да бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Тағы да нандарымыз ісінеді. Алдын ала духовкамызды 200-225 градусқа қыздырып қоясыздар осы кезде. Мына 20 минут тындырып алдық. Осындай әдемі биік болып көтеріліп шығады біздің багет нандарымыз. Духовкамыз қызып тұр. Енді 200 градуста 35-40 минут беті қызарып ісіп шыққанға дейін пісіріп аласыздар. Қараңыздар, біздің нандарымыз пісіп шықты. Өте күшті, осындай томпақ болып, тура магазиндегідей нан сияқты болып пісіп шығады. Біздің багет нандарымыз піскен кезінде байқаңыздар, беті қатты болады. Бізде 10-15 минуттан кейін суығаннан кейін біздің нандарымыз жұмсарады. Уайымдамаңыздар, неғып қатты болып қалды деп.
іші жұмсақ, беті қатпарлы нан болады. Негізі багет нандар іштері, сырты барлығы толықтай піскен. 200 градуста пісіріп аласыздар. Міне біздің нандарымыз суыды. Қазір көресіздер, уже беттері жұмсарған. Беттері қатпарлы, іші жұмсақ, әдемі әрі дәмді нанның рецепті. Осы рецептпен жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Көрсеңіздер болады. Сізге рецепттерім ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып қойыңыздар. Рецепттерді достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіңіздер. Міне нандарымызды кесіп алдық. Іштері осындай күшті, керемет болып шығады. Ыстық кезінде сармай, қаймақтармен жесеңіздер өте керемет болады. Вареньялармен, бетіне сыр сеу жеріп жесеңіздер әсіресе керемет болып шығады. Осымен біздің француз багет нандарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Зылқұмар. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.